Ұшықты тез арада кетіретін 9 түрлі әдіс. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Ұшық вирусты инфекция. Одан құтылу үшін қолда бар заттардан ем жасауға болады. Біріншісі тіс пастасы. Ұйқыға жатпастан бұрын жұқа етіп ұшыққа тіс пастасын жағасыз, таңертең жылы сумен жуып тастайсыз. Осылайша 3-4 күн жасайтын болсаңыз, ұшықтың ізі де қалмайды. Екіншісі кір сабын. Егер ерніңіз қышып бастайтын болса, онда кір сабынмен сүртіп алыңыз. Сонда вирусты инфекция жойылып, ұшық әрі қарай көбеймейді. Үшіншісі ас тұзы. Тұздың ұнтағын ұшықтың бетіне сеуіп, жарты сағаттай жатыңыз. Тұз ұшықтың шығуын тежейді, әрі инфекцияны жояды. Төртіншісі спирт. Ұшықты медициналық спиртпен сүртсеңіз, тез арада жазылады. Бесіншісі қағаз. Газеттің қағазын орап, тәрелкеге салып өртейсіз. Күлін ұшыққа жақсаңыз, керемет ем болады. Алтыншысы жұмыртқа. Жұмыртқаның сыртқы қабатындағы жұқа әрі жұмсақ қабықты сылып алып, ұшыққа жағасыз. Бұл емді күніне 3 рет қолданатын болсаңыз, ұшықтың ізі де қалмай, тез арада оң нәтиже беретін болады. Жетіншісі қасық. Шай қасықпен ыстық шайды қозғап алып, ұшыққа басасыз. Бұл ем инфекцияны жойып, вирусты өлтіреді. Нәтижесінде ұшықтан емделіп жазыласыз. Сегізіншісі ас содасы. 150 мл қайнаған суға 1 шай қасық сода салып араластырып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң, тұнбаға матаны малып алып, ауырған жерге таңасыз. Тоғызыншысы сарымсақ. 2 тіс сарымсақты езесіз, езбеге 1 ас қасық қаймақпен 1 шай қасық бал араластырып, ұшыққа жағыңыз. Және де соңғы әдіс медикаментозды ем, яғни ацикловир деп аталатын препаратты ұшыққа жағатын болсаңыз, керемет ем болады. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Келесі жүздескенше.